Сәлем құрметті достар, мен бүгін сіздерге егер малдарыңыздың ішті мезгілінде төлі өліп қалып туалмай қиналса, сонымен қатар төлі аман болып, теріс келіп немесе қалыптан тыс үлкен болғандығына себепті өздігінен туа алмайтын болған жағдайда қалай кесарево жасап малды да төлді де аман алып қалуға болатыны туралы операцияны жасай отырып сіздерге толыққанды ақпарат беретін боламын. Видеоны бастамас бұрын лайк басып, арнаға жазылып, достарыңызбен бөлісіп, қазақ тілді YouTube арнаның дамуына өз үлестеріңізді қоса кетіңіздер. Бұл ешкінің туалмай жүргеніне 4 күннен асқан. Тексеру барысында жатыр мойнының ашылмағанын және төлдің өлі екендігін байқадық. Сол себепті іштегі төлді кесарево жасап алып тастауды шештік. Ал енді ота жасауды басқыш-басқышымен айтар болсам, бірінші операцияға қатысты барлық құрал-саймандарды дезинфекциялап дайындап аламыз. Екінші, малды ортасы таза көлеңке жерге дұрыстап байлап бекіндіреміз. Үшінші, малдың кесетін терісінің жүнін қырып тазалап, жуып дезинфекциялаймыз. Төртінші, ауырсынуды сездірмейтін наркоздық уколды кесетін орынды қоршап саламыз. Сосын бұлшықеттен қан тоқтататын уколды салу керек. Бесінші, арада 20-30 минут өткен соң теріні тілеміз. Сосын сары етті тіліп, ішіндегі бұлшықеттерді өз бағыты бойынша ең жақсысы кеспей қолмен ыдыратып алу керек. Осылайша бұлшықеттерді ыдыратып болған соң құрсақ қуысына еппен қол салып жатырды тауып аламыз да ақырын тартып сыртқа шығарамыз. Сосын жатырдың тамыры аз жерінен жарып ақырындап іштегі төлді сыртқа алып шығамыз. Мұнда жатырдың ішіндегі сұйықтықтардың құрсақ қуысының ішіне түсіп кетпеуіне көңіл бөлуіңіз керек. Осылайша төлді алып болған соң жатырдағы шуды біртіндеп тазалап марганцоп ерітіндісімен жуу керек. Сосын ықтиолний мазды салып жатырдың кесілген жерінен тігіп аламыз. Одан кейін жатырдың тігілген жерін ішіне қаратып, жатырды тағы да сыртынан бір рет тігіп тастаймыз. Одан соң бағанағы ыдыратып алған бұлшықеттерді өз орнына келтіріп, оларды да бір қатар тігіп шығамыз. Сосын микробқа және қабынуға қарсы ұнтақты себіп, жақсылап сары етін тігіп аламыз. Тағы да қабынуға қарсы ұнтақты сеуіп, терісін тігіп шығамыз. Мінекей осылайша отамызды аяқтап, малдың аяғын шешіп орнынан тұрғызамыз. Сосын қандағы микробтарды өлтіретін, қабынуды қайтаратын антибиотиктарды қан тамырдан система қылып асып, мал иесіне 3 күнге дейін қатты тойдырмай, нәрлі азықтармен азықтандыруды табыстаймыз. Малдың қалпына келуін тездету үшін антибиотик системаларын 3-5 күн жалғасты қойып жіберген дұрыс. Мінекей құрметті достар, осылайша отаны сәтті аяқтауға болады. Бұл видео малшылар мен мал дәрігерлік мамандығын оқып жүрген студенттерге пайдасы тиері даусыз. Бұдан кейінгі уақыттарда да осындай құнды ақпараттармен үнемі бөлісіп отыратын боламын. Арнаға жазылып, лайк басып, достарыңызбен бөлісіп, қазақ тілді YouTube арнаның дамуына өз үлестеріңізді қоса кетіңіздер. Келесі видеода кездескенше сау саламат болыңыздар.